Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге және бүгін біз сізге мына әдемі көріп тұрғаныңыздай өте әдемі постройканы креативті майнкта көрсететін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай ол өте қызық формаларды имит етеді. Көріп тұрғаныңыздай ол 2 этажды. Мына жерде ол тастан, стеклодан және ағаштан жасалған көбінесе. Мына қасында банк тұр, бірақ ол сол банкпен бірдей де болады бойы. Прям точно в точно. Даже ұзынырақ көріп тұрса, мына жерден қараңыз, ұзынырақ болады. Мына көріп тұрғаныңыздай өте көп стеклодан мына жерде жер жасалынған, өзінің формаларды әдемі. Маған бірақ ең ұнайтын мына үйде мына жер көріп тұрғаныңыздай мына жерде березадан жасалған площадка бар. Ал мына жердегі мына блок әдемі етіп шөпті таратып тұрады. Көріп тұрғаныңыздай мына жағы өте көп шөп таралған. Қазір құттай таратып жүрейік тағы да. Чтобы барлығы әдемі көрініш үшін естіп таратып жүрейік. Мына жерлерде естіп қойып. Көріп тұрғаныңыздай барлығы өте әдемі. Бірақ маған мына столдар өте қатты ұнайды. Мына көріп тұрғаныңыздай столдарды интересный тәсілмен жасадым. Көріп тұрғаныңыздай мына барлығы есіктер мындай темный дереводан жасалатын. Солардан жасаған кезде әдемі мындай столдар шығады екен. Мен оны өзім ойлап таптым. Мұндайды ютубтан сіздер көрмейсіздер. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай стул уже поршеннен жасалған. Ол өте көп адамдардан бар. Мен кезінде даже солай 2012 жылы жасағанмын. Мына жерде дәл сондай стул. Көріп тұрғаныңыздай астында құттай тереңдік. Сосын мына жерде стул. Сосын кровать. Көріп тұрғаныңыздай кровать, ақ кровать дейтін сливаться етіп кетеді, және сол үшін жақсы кровать болып табылады. Кровать деппін ғой, жақсы диван болып табылады. Мына жерде жақсы күзгі террасы, мына жерде отырып мына көріп тұрғаныңыздай ламаларды қарауға болады, және әдемі видтерді мына жерде өте көп. Мына жерде үйге кіріп келген кезде мына жерде әдемі розаларды көресіз. Мұнан барлығы бақ әдемі, және мына жерде полублоктармен мына розалар қоршаулы, себебі мына жер әдемі көріну үшін. Енді үйге кірейік. Үйге тұрған кезде сразу же мына жерде тағы да цветочектарды көресіздер. Мына жерде және мына жерде түсінбей алдым ғой. Мына жерде черный шерстте тұрған фонариктер, который мына жерде светит етіп тұратын. Айтпақшы, мына жерде де дәл сондай фонариктер мына жердің барлығын освещать етіп тұр. Мына жерге тағы да фонарикті қойын. Сіздердің рұқсаттарыңызбен дегенім ғой, кешірім сұрайым. Мына жерге және мына жерге қойсақ, барлығы әдемі және жарық болып шыға келеді бір уақытта. Мына көріп тұрғаныңыздай мына жерлерге де заттарды салдым, люктарды. Ал енді жылдам кірейік мына үйге. Көріп тұрғаныңыздай мына жерде полублоктар өте көп қолданған. Мына жерде Sand King песчаник блокі әдемілік үшін салынған. Барлығын сіздерге түсіндіріп отырғаным, себебі бір подписчик бізге жазды постройкаларды дұрыстап көрсетсін деп кешірім сұраймын. Мына жерде кірген кезде сразу же мына жерде көріп тұрғаныңыздай тағы да шөп тұрады, әдемілік үшін жасалынған барлығы да. Мына жерде песчаниктен жасалған осындай көрсетейін, осындай полкалар тұр екен. Барлығы меніңше өте әдемі жасалынған, және мен постройканы салғаныма өкінбеймін ешқандай. Кіріп келген кезде сразу же мына жерде чердак сияқты бір жерді көресіздер. Мына жерде сундуктарға кешіріңіздер, ештеңе әлі салынған жоқ. Мына үйдің историясы әлі придумать етілген жоқ. Мен придумать етсем, обязательно сіздерге соны хабарлайтын боламын. Кешіріңіздер, мына есікті, мына кроватьты алуға ұмытып кетіппін, бірақ қазір алсам үйдің сәнінің барлығы кетіп қалады деп ойлаймын. Мына жерде сіздер сразу кірген кезде көріп тұрғаныңыздай асхана тұр. Мына жерде холодильник және пеш. Пештің қасында сол банағыдай полкалар тұр. Полкаларға ештеңе қоя алмайсың, әдемілік үшін жасалған тек қана, ал басқа ештеңе мұнда салуға болмайды. Мына жерде жауып тастайын. Более әдемі болып тұру үшін кешірім сұраймын. Мына жерде фонариктерді дұрыс қоймағанмын. Оның барлығы шапшаңдылықпен салынған, себебі мен видеоларды өте жылдам шығаруға тырысамын. Кешірім сұраймын, если сіздерге мына видеолардың шыққаны өте жылдам көрінбесе, себебі мына үйлердің барлығын салуға өте көп уақытымды кетіремін. Мына көріп тұрғаныздай мына идеясын придумать ету, көріп тұрғаныздай көрсетейін.
мына банкты салу, алаңды салу, оның барлығы өте көп уақыт кетіреді. Ал енді көрейік тағы да басқа үйді. Айтпақшы потолок жайлы айтып кетейін. Бұл жерде потолок физикада сияқты или көріп жүрген боларсыздар, үйлер ағаштан жасалған потолоктар. Ағаштар үйдің өзін ұстап тұратын болады және оның құлап кетпеуіне көмектесіп тұрады. Кешіріңіздер, тағы да бірдеңе жасап жіберейін. Барлығы әдемі болу үшін және барлығы жақсы көріну үшін. Кешірім сұраймын, мынан барлығын видео жасап отырғаныма, бірақ енді жасау керек болды. Себебі мынан барлығы дұрыс емес болатын еді. Сіз көріп тұрғаныңыздай мына жерде лестница тұр. Лестница дейтін простой березовый блоктардан, полублоктардан жасалған және жаныңда көріп тұрғаныңыздай темный дубтан полублоктар. Кіріп келген кезде сразу сіз мына жерде көріп тұрғаныңыздай кварцевый потолокты көріп тұрсыздар, бірақ оны потом көрсететін болам. Ол дейтін 3-ші этаж. Көріп тұрғаныңыздай мына жерде тағы да бір стул тұр. Мына жерде адам отырып кітап оқи алады және мына жер біреудің кабинеті деп айтуға да болады. Мына жерге не салатынымды біле алған жоқпын, бірақ қазір сіздердің алдыңызда осыны салып тастауға болады деп ойлаймын. Қазір мына жерге ойланып тұрдым да не салатынды білген сияқтымын. Сіз айтқаныңыздай сіздердің алдыңызда осындай бірдеңе жасауға тырысайын. Тұрыңыз, естесізде. Естіп бірдеңе салған кезде, мынау неге ұқсайды деп ойласаңыз, мынау бильярдный стол десем де болады. Қазір мына жерде бильярдный столды жылдам жасай салайын. Ой, кешірім. Ой, не болып кетті. Менің кешірім сұрайым, компьютерім қуып тұр құттай, сол үшін мен дұрыс жасай алмай атырым. Мына жерде не? Мына жер песчаный блок қойып тастадым. Сол үшін мына жер құттай қателіктер кетіп жатыр. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай пол дейтін осындай қызық стильде жасалған, ал мына жерде енді бильярдный стол тұрады. Бильярдный стол екенін көрсету үшін бізге тағы да бір зат керек. Қазір көрсетейін сізге. Рамка деген. Рамканы аламыз да бір палка керек екен бізге. Инструменттарды ма қайда екен? Палка іздейік те, палка керек те. Осылай қойып қоямыз да істеміз. Мына палкалар кийлардың рөлін ойнайды. Кий деген бізде бильярд ойнаған кезде керек зат болып саналады. Себебі солмен ойнайды ең басты зат бізде инструмент ойнаған кезде. Если сіз бильярд не екенін білсеңіз, кийдің да не екенін білетін боларсыз. Міне көріп тұрғаныңыздай 3-ші этажда бізде бұл жерде темный дубтан жасалған отырғыштар, простой отырғыш, который барлығы да Майнкрафтта жасай алады. Міне көріп тұрғаныңыздай бұл жерде склад, кешіріңіздер, бірақ ішінде ештеңе жоқ әлі. Бұл жерде простой сундуктардан басқа сундук эндералар тұр. Ол тек қана әдемілік үшін және бұл жерде толтырып тұру үшін жасалған. Міне үстіне қарасаңыз, мұндай қызық потолок көрінеді. Бана сіздер далаға шығып көрдіңіздер соны. Меніңше өте әдемі көрінетін сияқты. Оны басқа блоктардан да жасауға болатын еді, бірақ мен ойлап таба алған жоқпын басқа. Басқа блоктан жасасам, стильден шығып кетеді оның барлығы. Міне сіздер бұл жерде шықсаңыз, көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде қарайтын жер тұр. Бұл жерден барлық қаланы көруге болады. Қаланың барлығы әлі салынатын болады. Менімше креативті Майнкрафт дегенді атты скоро мен өзгертетін сияқтым қалаға. Әдемі қала или арман қала деп қоятын болармыз. Сізге ұнаса, оның барлығы комментарийға жаза аласыз, қандай ат қалайтыныңызды. Может быть, біреуін таңдармын. Міне көріп тұрғаныңыздай, мына жерде наблюдательный пункт, барлығы стеклодан жасалып қойған. Ал енді шығайық мына постройкадан. Мына жерде сіздер көріп тұрғаныңыздай затты көруге болады, потолокты, мына жердегі крышаны дегенім. Ал енді давайте шығайық. Меніңше өте әдемі сияқты мына крыша. Мына жерден шығып кетуге болмайды ма? Болмайды екен. Кешірім сұраймын. Ал енді мына жерді жауып тастайық. Есекте. Оппа. Кеттік ал. Бұл жерде әдемі кварцевый блоктардан жасалған. Маған өте қатты ұнайды кварцевый блок, бірақ мына үйдің стиліне сай кіру үшін мен ол кварцты азайттым және тек қана соның жерге қоюға тырыстым. Көріп тұрғаныңыздай барлығы да бұл жерде әдемі жасалынған. Бұл жерде блоктар шығып тұрады, үйге объем беріп, әдемілік беріп тұрады. Ал бұл жердегі тас блоктар, оны бұл жердегі нені айтып болады? Бұл жердегі стенкіні скучный қылдырмайды. Көріп тұрғаныңыздай барлығы әдемі көрінеді. Если сізге ұнамаса айтыңыз, басқа идеяларда беруіңізге болады. Ал бұл жерде көріп тұрғаныңыздай каменный блоктан бұл жерде более круглый қылдырады. Ондай қатты
скучный қылдырмай түйді. Көріп тұрғаныңыздай міне меніңше өте әдемі шықты. Если мына үй сізге ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, комментарийларыңызды жазыңыздар. Если бірдеңе қаласаңыздар, мен соны саламын. Сіздермен бірге болған Эйс, барлығыңызда сау болыңыздар.